Ақтоғай өңірі талай дарын иесін жарыққа шығарған қасиетті мекен. Солардың бірі де бірегейі қазақ елінің күміс көмей әншісі, композитор, күйші, актер Манарбек Ержанов. Манарбек Ержанов 1901 жылдың 8 наурызында Ақтоғай ауданы Ақтоғай ауылында дүниеге келген. Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан композиторлар одағының алғашқы мүшелерінің бірі. Манарбек Ержанов қазақ өнері мен әдебиетінің онкүндігінде актерлық қыры бойынша 1936 жылы Қыз жібектегі шегенің, Ер тарғындағы сақаның, Жалбырдағы елеместің рөлін ойнап, көрермендердің ерекше ықыласына бөленген. Сары белден сарғайып таң атқанда Аққұбаша бидайың түн қатқанда сәулем Композитор ретінде Паровоз, Амангелді, Бақыт жыры, Қуанамын, Қойшының әні сияқты көптеген әндердің авторы. Музыкалық жинақтары да жарық көрген. Күйшілік қырына келер болсақ, ол жайлы алғаш Әлкей Марғұлан қағазға түсірген. Шалқыма, Аққу, Жеңген солдат, Орталық, Күсенбайға, Жорға және тағы да басқа күйлердің авторы. Манарбек Ержановтың қалықтап айтқан әні, күй өнеріндегі өзіндік айрықша тартысы, композиторлық шеберлігі келер ұрпаққа рухани мұра болып қалады. Айта кетейік, биыл әнші, композитор, күйші, актер Манарбек Ержановқа мерейлі 125 жыл. Qo'shchilar qo'lan shashib yig'sa, qo'yda bir ming par meken